Ассалаумағалейкум. Бүгінгі сабақта біз ambiguous сөзін талқылайтын боламыз, иә. Жақсы. Бұл сөз нені білдіреді? Ambiguous сөзі белгісіз деген сөзбен алмастыра берсеңіздер болады. Яғни unclear, clear бізде таза, иә? Таза, анық деген сөз. Ал ambiguous бұл таза емес. Яғни белгілі бір нақты жауабы жоқ дегенді білдіреді. Мысалы үшін, ambiguous сөзі бірнеше мағынада түсіндіруге болатын, нақты бір мағынасы жоқ, мағынасы немесе ниеті белгісіз, анық емес. Мысалы, the politician's statement was ambiguous. The politician's statement, яғни саясаткердің мәлімдемесі was екі ұшты болды, иә? Ambiguous, екі ұшты, яғни анық емес. Адам естісе, түсінбей қалады. Мынандай нәрседе, адам егер естісе, түсінбей қалады. Бұл мынаны айтқысы келді ма, әлде мына нәрсені айтқысы келді ма деген сияқты. Leaving the audience confused, яғни шатастырды. So, his answer to the question was ambiguous and it didn't clarify the situation. Яғни, оның жауабы, сұраққа жауабы түсініксіз болды. Яғни, екі ұшты болды. Және нақты ситуацияны түсіндірген жоқ. Яғни, нақты ситуацияны ашқан жоқ деген сияқты. The direction were ambiguous, so ended up taking wrong road. Яғни, the directions were ambiguous. Яғни, нұсқаулар, яғни, бағыттар анық болған жоқ. Яғни, түсініксіз болды. Анық болған жоқ. Біз бағыттарды көрген кезде біз шатастық деген сияқты мына жерде келтіріп тұр, міне. Direction ambiguous, яғни анық емес. So we ended up taking the wrong road. Соңында біз қате жолға түстік деген сияқты сөз айтылып тұр. Жақсы. The word ambiguous originated from the Latin ambiguous. Яғни ambiguous. Бұл жерде не деп тұр? Having a double meaning or wavering. Яғни екіұдайлық болу, яғни анық еместік болу деген сияқты мағынадан шыққан екен. Бұл латын тілінен енген сөз екен. Жақсы. Енді синониміне келейік. Vague, бұл жерде не? Белгісіз. Unclear, анық емес. Equivocal, екі ұшты. Яғни obscure, түсініксіз. Clear, анық. Бұны антонимдері енді қараңыздар. Clear, анық. Бәрі түсінікті. Definite, нақты. Explicit, ашық айтылған, нақты. Осы explicit сөзі тура антоним осы сөздің. Certain, яғни нақты, сенімді. Нақты, сенімді деген сөз. Енді қорытындылай келе, мына бір сөз айтқым келеді. Ambiguous сөзі түсініксіз деген сөз. Яғни шатастыратындай, түсініксіз немесе бір көп мағынасы бар бір нәрсені түсіндіру барысында, мысалы үшін, сіздің түсіндірген нәрсеңіз түсініксіз болса, онда жаңағы тыңдаған адам айталады. Your expression was ambiguous. Міне, сенің білдірген нәрсең түсініксіз болды. Немесе your examples, сенің мысалдарың, your explanation was ambiguous. Яғни сенің түсіндірмең, сенің мысалдарың, сенің жаңағыдай түсіндіруің түсініксіз болды деген сөз ғой. Мінекей. Осы сөзге осыны қолдансаңыздар болады. Бұл формальный түрде. Жай ғана мысалы үшін бұның өзінде біз адамдар ambiguous сөзін көп қолданбайды. Оның орнына, ambiguous-тің орнына олар жаңағыдай не сөзді қолданады. Нені? Unclear, яғни нақты емес, түсініксіз. Ал жақсы. Unclear, ambiguous. Екеуі нақты. Түсініп алыңыздар. Немесе explicit, нақты деген сөз, түсінікті. Ал ambiguous, түсініксіз, нақты емес. Ал жақсы, тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.